Бірнеше құрлықта немесе әлем бөліктерінде орналасқан топ 10 мемлекет. Мұндай елдердің соншалықты көп екенін білмеуіңіз мүмкін. Ал видео соңында Қазақстанның нешінші орында екенін айтатын боламын. Сонымен 10-шы орын Ресей. Әлемдегі ең ауқымды бірнеше әлем бөлігін қамтитын ел. Онда Еуропа мен Азияның шекарасы Орал таулары арқылы өтеді. 9-шы орын Түркия. Бұл да Еуропа мен Азияның шекарасы өтетін елдердің бірі. Ол ең үлкен қала Стамбулды еуропалық және азиялық бөліктерге бөледі. 8-ші орын Египет. Көпшілігі Египетті тек африкалық ел деп ойлайды. Бірақ ол Синай түбегіне де ие. Ал ол толықтай Азияда орналасқан. 7-ші орын Испания. Біріншіден, Испанияның Африкада орналасқан бірнеше аумағы бар. Ал екіншіден, Канар аралдары географиялық тұрғыдан да Африкаға жатады. Айтпақшы, дәл осылай Португалия мен оның Мадейра аралы туралы да айтуға болады. 6-шы орын Индонезия. Күтпеген нәрсе, бірақ ол ішінара Австралия және Океания әлем бөлігінде орналасқан. Өйткені оған Жаңа Гвинея аралы кіреді. Ал Индонезия сол аралдың жартысын алып жатыр. 5-ші орын Нидерланды. Қалай сонда, бұл Еуропадағы шағын ел емес пе? Бірақ оларда отарлық кезеңнен бері Кариб теңізінде бірнеше аралдар сақталған. Ал ол Солтүстік Америка. Айтпақшы, дәл осыны Дания туралы да айтуға болады. Өйткені оның Гренландиясы да Солтүстік Америкаға жатады. 4-ші орын Америка құрама штаттары. Бұл топтағы ең ірі елдердің бірі тек Солтүстік Америкада ғана емес, сонымен қатар мұхиттарда да көптеген аралдарға ие. Олардың ішінде адамдар тұратындары да бар. Ал енді үздік үштікке көшейік. 3-ші орын Ұлыбритания. Бұл елдің бірнеше әлем бөліктерінде теңіз асып жатырған аумақтары бар. 2 Америкада, бірнеше мұхиттарда және Кипр аралында Азиядағы бірнеше бөліктері бар. 2-ші орын Франция. Француздар да әлем бойынша кең таралған. Оларда да 2 Америкада, Африкада және мұхиттарда аумақтары бар. Тек Азияда ғана жетіспейді. Айтпақшы, мен есімім Нұрмұхан. Әлемнің қызықты деректерін білу үшін маған жазылуды ұмытпаңыз. Ал 1-ші орында Қазақстан. Көпшілік Қазақстан тек Азияда ғана орналасқан деп ойлайды. Бірақ жоқ. Қазақстанның бір бөлігі дәл сол Еуропада орналасқан. Сондықтан Орал мен Атырау тұрғындары құттықтаймын, сіздер еуропалықсыздар.